Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын кереметтей бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Бір жасағаннан тез үйреніп аласыздар. Сол себепті видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастайық. Ең бірінші бізге керекті заттар: ашытқы, қант, майонез, сары май ертілген, бір жұмыртқа, жылы су, жылы сүт және алдын ала елегіштен өткізілген ұнымыз қажет болады. Ең бірінші апара дайындап аламыз. Жылы сүтке жылы суымызды құйып, бір ас қасық қант саламыз және де бір ас қасық ашытқы салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа ашытқы көтерілгенше қалдырамыз. 10 минуттан кейін көтерілген ашытқының үстіне сары май 82% ертілген 2 ас қасық мөлшермен саламыз. Келесі майонезді 1 ас қасық мөлшермен міндетті түрде қосыңыздар майонезді. Жақсылап араластырып аламыз да, үстіне бір жұмыртқаны жарып қосып, тағы бір араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғандарыңыз жөн. Осы уақыт аралығында ұнымыз електен өтіп дайын тұру қажет. Бұл жерде менде 1 килограмм жоғарғы сұрыпты ұн. Ұнымызды бірден салып жібермеңіздер. Аз-аздан сала отырып 3-4-ге бөліп салып қамырымызды илейтін боламыз. Басында қасықтың немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Одан кейін ұнымызды жайлап сала отырып, қамырды илейміз. Бізде өте жұмсақ, қолға қатты жабыспайтын қамыр иленіп шығады. Ұнның артық түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап біркелкі болғанша илеп аламыз. Қамырларыңыздың жақсы көтеріліп, ашып шығуы ашытқыларыңызға, яғни дрожжыға тікелей байланысты. Сроғы өтіп кетпеген, сапалы ашытқы қолданғандарыңыз дұрыс. Қамырымызды илеп алғаннан кейін соңында ыдысымызға май жағып, қамырымызды салып, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырды ашып, көріп, қолдарыңызбен тағы да 1-2 рет басып, қайтара басып қойсаңыздар болады. Мінекей жалпы біздің бауырсағымыздың қамыры көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай әп-әдемі болып көтеріліп шықты. Өте жұп-жұмсақ, қолға жабыспайды. Қамырымызды теңдей 2-ге бөліп аламыз. Әзірге бір қамырымызды қалдырамыз. Ыдысқа салып, ал екінші бөлігін ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен бір тегіс етіп, қатты жұқа қылмай, дәл видеодағыдай осылай жайып шығатын боламыз. Тым қатты етіп жайып қоймаңыздар, бауырсақтарыңыз пісу барысында көтерілмей, тек қаттылау болып қалу мүмкін. Сол себепті орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды кез келген формамен, дәл осындай стаканның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Немесе 4 бұрышты етіп, қалаған формаларыңызбен кесіп алыңыздар. Артылып жатқан қамырларымызды соңында бауырсақтар жасайтын боламыз. Кесіп алған бауырсақтарымызды жабысып қалмас үшін міндетті түрде осындай мата дастархан үстіне араларын ашықтау етіп орналастырып, бетін жауып қоямыз. Кішкене көтерілгенше 20-25 минутқа қалдырамыз.
Оға дейін табамызға май құйып қыздырып аламыз. Май қызғаннан кейін бауырсақтарымызды салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Бір беті піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Баяу отта пісіріп аламыз. Бастапқыда майымызды қатты қыздырып аламыз да, одан кейін газымызды азайта отырып, орташадан төмен етіп пісіріп аласыздар. Қалған бауырсақтарымызды барлығын осы рет бойынша пісіріп аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, осы бауырсақтың мөлшерін, рецептісін төменгі описанияға қалдырып қоямын. Төменде описания деген жерге барлық рецептің құрамдарын жазып қоятын боламын. Кіріп өтсеңіздер болады. Дәмі сөзсіз керемет, жұмсақ болып шығады. Мені көріп отырған жандар қазақша контентті каналымды қолдап, ары қарай жылжып, дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лайкты басып, комментария бөліміне пікірлеріңізді жаза отырып, ал егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермендер болсаңыз, төмендегі подписаться қызыл батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай біздің үлпілдек, мақтадай, жұп-жұмсақ, өте дәмді бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәл осы видео рецепті төмендегі поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілердегі өздеріңіздің таныстарыңызға, құрбыларыңызға бөлісіп қойыңыздар. Сөзсіз осы рецепті сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Өте керемет дәмді рецептпен бөліскеніме қуаныштымын. Сіздермен бірге болған мен Айдана.